Саламатсыздар ма, 3-ші сынып оқушылары? Математика сабағы. 135-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы: 104 пен 4-тің көбейтіндісі, 416 мен 4-тің бөліндісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Судың жануарлар үшін пайдасы. Сабағымыздың мақсаты: бөліндінің бір разрядында 0 болатын кезде 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану. Балалар, бүгін біздер 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейтудің тағы бір алгоритмімен танысамыз. Алдымен бірінші көбейткіш 104-ті жазамыз. Сонан соң екінші көбейткіш 4-ті бірліктің астына жазамыз. Алдымен бірліктерді көбейтеміз. 4 пен 4-тің көбейтіндісі 16-ға тең. Бұл 1 ондық және 6 бірлік. 6-ны бірліктердің астына жазамыз. Ал 1 ондықты есімізге сақтаймыз. Сонан соң ондықтарды көбейтеміз. 0 мен 4-тің көбейтіндісі 0. Ойдағы 1 ондықты қосамыз. 1 ондықты ондықтардың астына жазамыз. Содан кейін жүздіктерді көбейтеміз. 1 мен 4-тің көбейтіндісі 4-ке тең. 4-ті жүздіктердің астына жазамыз. 104 пен 4-тің көбейтіндісі 416-ға тең. Енді 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлуді қарастырайық. Алдымен бөлінгіш 416-ны жазамыз. Сонан соң бөлгішті жазамыз. Бірінші толымсыз бөлінгіш 400-дік. Бөліндіде 3 цифр болады. Жүздік, ондық, бірлік. Алдымен жүздіктерді бөлеміз. 4 пен 4-тің бөліндісі 1-ге тең. 1-ді бөліндіге жазамыз. 1 мен 4-тің көбейтіндісі 4-ке тең. 4 пен 4-тің айырмасы 0 болады. Содан соң ондықтарды бөлеміз. 1 ондықты 4-ке бөлуге келмейді. Сондықтан бөліндіге 0-ды жазамын. Бұдан кейін бірліктерді бөлеміз. 1 ондық және 6 бірлік. 16-ны 4-ке бөлгенде 4 шығады. 4-ті бөліндіге жазамыз. 4 пен 4-тің көбейтіндісі 16-ға тең. 16 мен 16-ның айырмасы 0-ге тең. 416 мен 4-тің бөліндісі 104-ке тең. Балалар, сендерге түсіндіру түсінікті болса, әрі қарай тапсырмаларды орындайық. Оқулығымыздағы екінші тапсырмада сіздерге өрнектер берілген. Осы өрнектерді баған түрінде есептеп, дұрыстығын тексеріңіздер. Және де өздеріңіз ойларыңыздан дәптерлеріңізге осындай мысалдар құрастырып, баған түрінде жазып, оны есептеп шығаруға болады. Келесі тапсырма: суда мекендейтін жануарлар туралы берілген сөз есептер. Есептің берілген мұқият оқып, есептің қысқаша жазбасын жазамыз. Содан соң шешуі мен жауабын жазамыз. Балалар,
сіздерге көрсетілген суреттердің астында сіздерге шешуін табуға көмек көрсетілген. Бірінші амал және екінші амал қалай орындалу керектігі көрсетілген. Есептің шешуін тапқан соң, міндетті түрде жауабын жазамыз. Келесі тапсырма оқулықтарыңыздағы 8-ші тапсырма. Бұл тапсырмада сіздерге тікбұрышты үшбұрыштар берілген. Осы тікбұрышты үшбұрыштардың ауданын табамыз. Ол үшін тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табатын формуланы есімізге түсірейік. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін А қабырғасы мен Б қабырғасын көбейтіп, оны 2-ге бөлеміз. Балалар, мен сіздерге сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.